Арыс қалалық адами әлеуметтік дамыту бөліміне қарасты Монтада жалпы орта мектебінде пандемия кезінде оқушыларды қашықтықтан оқыттық. Оны ұйымдастыру жұмыстары білім бөлімі тарапынан қосымша компьютерлер, ноутбуктер, планшеттер берілді. Біз олардың бәрінің ата-аналарға таратып бердік. Бірақ мектепте интернет желісі жұмыс істемей тұрды. Дегенмен де ата-аналар оны өздерінің қаражаттар есебінен телефон арқылы жұмыс жасап, оқу процесін біз осылай ұйымдастырдық. Ал енді бүгінгі таңда мектепте ақпараттық құралдардың барлығы жетеді, бар, бірақ кемшілігіміз сол. Ақпараттық уақытта мектептегі интернет желісінің төмендігі. Оқу процесін жүргізуде, осы пайдалануда сонда көптеген кемшіліктер орын алып жатыр. Жаңағы интернеттің жиілігі 1,5-2 мегабайтқа дейін ғана көп уақыттарда істемей қалады. Сондықтан да біздің өтінішіміз осы интернет желісінің жиілігін жоғарылатып, күнделікті сабақта пайдаланатын жағдай жасап берілсе дейді.